2011 жыл 11 наурыз сағат 2:46. Жапония тарихындағы ең жойқын 9 балдық жер сілкінісі. Бірақ бұл тек басы ғана еді. Нағыз тозақ мұхиттан келді. Биіктігі шамамен 40 метрлік ажал толқыны. 9 минуттың ішінде 20 мың адам жер бетінен жоқ болып кетті. Қалалар үйіндіге айналды. Ядролық реакторлар жарылды. Бұл адамзат тарихындағы ең сұмдық табиғи апат. Армысыздар, бұл қара таспа. Жоғарыда көрсетілген кадрлар жай ғана кино емес. Бұл тірі қалғандардың камерасына түсіп қалған нағыз тозақ. Көпшілігі бұл апатты теледидардан көрді. Бірақ бүгін біз мұрағатта қалған нағыз сирек кездесетін бейнежазбаларды бірге көреміз. Ол кадрлар бәріне бірдей ұнай бермейді. Сол күні Фукусимада не болды? Неліктен жапондықтар судың келе жатқан біле тұра қашып үлгермеді? Бүгін Жапонияны тізе бүктірген сол қаралы күннің шежіресін парақтаймыз. Дайын болсаңыздар, бастайық. жыл 11 наурыз. Жапонияның солтүстік жағалауындағы қарапайым балықшылар қалашығы. Сағат күндізгі 2:30. Анау жерде қарт адам итін серуендетіп жүр. Күн сәл суық, бірақ аспан ашық. Мынау дүкенде кассир қыз күлімсіреп қайтарым ақша беріп жатыр. Адамдар ештеңе сезбейді. Олардың санасында ертеңгі күн, кешкі жоспарлар, балаларының болашағы ғана бар. Бұл ажалдың ең сүйікті әдісі. Ол ешқашан ескерту жасамайды. Ол сенің ең бақытты, уайымсыз сәтіңді күтеді. Біз қазір қарап отырған осы адамдардың 70%-ы 15 минуттан кейін бұл дүниеде болмайды. Олардың соңғы демі, соңғы күлкісі, соңғы сөзі осы таспаларда мәңгіге қалды. Мен сол күні жұмысқа бара жатып, әйеліммен дұрыс қоштаспай кетіп едім. Кешке сөйлесерміз, дедім де, есікті тарс жаптым. Ол кештің ешқашан келмейтінін, сол тарс еткен дыбыс біздің махаббатымыздың соңғы нүктесі болатынын қайдан білейін? Жапония жер сілкіністердің отаны. Олар үйренген. Олар үшін жердің аздап қозғалуы таңғы ас ішумен тең нәрсе. Бірақ бұл жолы жер ананың шыдамы таусылғандай еді. Сағат 2:46. Алғашқы дүмбу басталды. Ол тоқтамады. 1 минут, 2 минут, 3 минут. Адамдардың көзіндегі сенім үрейге айналды. Ғимараттар жай ғана теңселген жоқ. Олар жан дауысы шыға шықырлап жерге тізе бүкті. Бұл 9 балдық тозақ еді. Жер сілкінісі басылды. Шаң тозаңның арасынан адамдар бір-бірін іздеп амандығын сұрап жатты. Олар құтылдық деп ойлады. Сағат 2:55. Жер сілкінісінен кейін небәрі 9 минут өтті. Бірақ ең сұмдық ажал жер астынан емес, мұхиттың тереңінен келе жатты. Жағалаудағы сиреналардың дауысы бүкіл Жапонияны тітіретті. Бірақ адамдардың көбісі қираған үйлерінен заттарын алып, туыстарын іздеп, алтын уақыттарын жоғалтты. Олар жағаға жақын жердегі бетон дамбалар бізді құтқарады деп сенді. Олар өз технологиясына, өз күшіне сенді. Бірақ мұхит бұл жолы ешқандай кедергіні мойындамады. Су алдымен жағадан қашып кетті. Мыңдаған балықтар құмның үстінде қалды. Балалар қызық көріп, соған жүгірді.
Олар бұл мұхиттың дем алу екенін, келесі сәтте мұхиттың бар күшімен дем шығаратынын түсінбеді. Сағат 3:12. Кенеттен көкжиектен қара сызық көрінді. Ол жай ғана толқын емес еді. Ол биіктігі 10 қабатты үймен тең, ішінде лай, тас, темір араласқан алып қара қабырға. Ол сағатына 800 шақырым жылдамдықпен келе жатты. Одан қашып құтылу мүмкін емес еді. Мына кадрларға қараңыздар. Сағат 3:21. Су дамбадан асқанда ол жай ғана жайылған жоқ. Ол қаланы ішінен талқандады. Көліктер, кемелер, пойыздар судың бетінде ойыншық сияқты қалқып жүрді. Адамдардың соңғы сәттеріндегі жан дауысы, оны есту мүмкін емес. Куәгер пікірі. Мен шатырда тұрдым. Төменде көршімнің үйі ағып бара жатты. Көршім терезеден маған қарап қолын бұлғады. Оның көзінде «Қош бол» деген сөз жазылып тұрды. Мен ештеңе істей алмадым. Тек қарап тұрдым. Оның үйі келесі ғимаратқа соғылып, қағаз сияқты қирап қалды. Менің түсімде сол адам әлі күнге дейін қолын бұлғап тұрады. Апаттан кейін Жапония жағалауынан жүздеген телефондар мен камералар табылды. Олардың көбісі су өткізбейтін қаптарда немесе үйлердің бөлшектерінің астында қалған. Бұл өлілердің сөзі. Ол таспаларда адамдардың соңғы секундқа дейін үміт үзбегені көрінеді. Біреулер баласына видео сәлем жолдаған, біреулер кешірім сұраған. Бұл видеолардың басты сұмдығы, біз олардың қалай аяқталатынын білеміз. Бірақ кадрдағы адам білмейді. Ол әлі де тірі қалатынына сенеді. Егер саған осындай қызық әрі кеудеңде көп сұрақ туындататын видеолар ұнаса, каналға тіркел. Сау, саламат.